Динозаврлар патшасы, тираннозавр рекс. Баршаңызға қайырлы күн. Біз өзіміздің өткенге саяхатымызды жалғастырамыз. Бүгін біз бор дәуіріне аттанамыз. Дайын болсақ кеттік ендеше. Бор дәуірі динозаврлардың билігі астында планетамыз өзгеріп, теңіздер мен аспанда алуан түрлі ерекше тіршілік иелері өмір сүрген дәуір. Бұл біздің жеріміздің үздіксіз қозғалыста болған және адам сенгісіз өзгерістерге ұшыраған уақыты. Бүгінгі бор дәуіріндегі саяхатымызда тираннозаврдың құпиясын ашамыз. Біз оның таңғажайып анатомиясы, оның күшті қаруы, үлкен өткір тістер туралы білеміз. Керемет көрнекі көріністерге және тираннозавр рекс жайлы қызықты фактілерге дайын болыңыз. Тираннозавр рекс солтүстік Американың батыс бөлігінде Лагомедия аралын мекендеген. ақш-тың Колорадо штатында алғаш рет қалдықтары табылды. Тероподтардың ішіндегі ең ірі өкілі және жер тарихындағы құрлықты мекендеген ең ірі жыртқыштардың бірі. Оның орташа ұзындығы 12 метрге және биіктігі 3,5 метрге жетті. Ол бүкіл денесінде бұлшықеттерден тұратын салмақты жануар болды. Оның тістері 20 сантиметрге жетті. Тероподтардың көпшілігінен айырмашылығы: жыртқыштың тістері тек тері мен ет бөліктерін тістеп қана қоймай, сонымен қатар басқа динозаврлардың сүйектерін ұсақтауға да бейімделген. Өздерінің үлкендігіне байланысты басқа ірі жыртқыш динозаврлардың аузындағы тістердің санына қарағанда рекстің аузында олардың саны аз болды. Тираннозаврдың мойны қысқа және бұлшық етті. Бұл оның үлкен басын ұстап тұруға мүмкіндік берді. Алдыңғы аяқтарда тек тырнақталған 2 саусақ, ал артқы аяқтары басқа тероподтармен салыстырғанда ұзын болды. Құйрығы ауыр әрі ұзын болды. Ол бас пен массивті денесін теңестіру қызметін атқарды. Тираннозаврдың бізге белгілі ең үлкен бас сүйегінің ұзындығы шамамен 1,5 метрге жетеді. Бас сүйегіндегі үлкен қуыстар оның салмағын азайтуға және барлық жыртқыш динозаврлар сияқты бұлшықеттерді бекітуге қажетті кеңістік құруға көмектесті. Бірақ тираннозаврдың бас сүйегі басқа тероподтардың бас сүйектерінен мүлде өзгеше болды. Оның артқы жағы өте кең, бірақ тұмсығы тар. Сондықтан тираннозавр жақсы дамыған бинокулярлы көру қабілетіне ие болды. Тираннозавр рекстің жылдамдығын бағалаудың көпшілігі 25 км/сағат шамасында болды деп есептейді. 2021 жылы Нидерланд ғалымдары шынайы қаңқаға виртуалды бұлшықеттерді қосқаннан кейін биомеханикалық талдау жүргізіп, жануардың қолайлы жүру жылдамдығы сағатына 4,5 шақырымды құрағанын анықтады. Демек, тираннозаврды кездестіріп қалсаңыз, одан қашып құтылу оңай болмақ. Тираннозаврдың құйрығы палеонтологтардың реконструкциясы бойынша салмағы 1 тоннаға жуық болды және әр қадам сайын жоғары төмен қозғалып тұрған. Осылайша ол динозаврға энергияны көп жұмсамауға көмектескен. Огайо университетінің палеонтологтары жүргізген зерттеулер тираннозаврдың иіс сезу қабілетінің тамаша екенін дәлелдеді. Ал Орегон университетінің қызметкері Кен Стивенстің зерттеуі болса, тираннозаврдың өткір көру қабілетіне ие деген қорытындыға келді. Стивенс тираннозавр рекстің бинокулярлық диапазонының 55 градусқа жететінін анықтады. Тираннозавр рекстің көру өткірлігі адамдыкінен 13 есе жоғары екені, сәйкесінше қыранның көру өткірлігінен асып түсетіні анықталды. Тираннозавр жер бетіндегі жойылып кеткен және тірі жануарлардың ішіндегі ең күшті тістеу иесі болып табылады. Ғалымдардың есептеуінше, ол 8 тонна. Бұл шамамен 78.000 ньютонға тең. Қазіргі қолдырауындармен салыстырғанда 4 есеге күшті. Көптеген ғалымдар тираннозаврдың аңшылығы туралы пікірталас тудырды. Ол аңшы ма, әлде өліктермен қоректенуші ме деген талас соңында осындай шешімде тоқталды. Төмен жылдамдығының салдарынан ол жүгіре алмайтын, баяу қозғалатын анкилозаврларға шабуыл жасай алды. Ал егер басқа динозаврлардың мәйітін кездестірсе, оны міндетті түрде жейді. Ғалымдар тираннозаврдың дауысын қазіргі оған ұқсас келетін жануарлардың дауыстарының көмегімен қалпына келтірді.
Біз ойлағандай үлкен жақтарын ашып ақырмаған болып шықты. Ол өз дауысын төмен жиілікті дыбыстармен шығарған. Міне, дәл осылай. Қазіргі таңда қарапайым үйдегі әтеш тауықтар тираннозаврдың тікелей ұрпағы болады. Бұл құстардың дайынқасында алып жыртқыштың гендері бар деп есептелінеді. Бұған сүйену әрине қиын, бірақ тауықтардың дене бітіміне бірнеше өзгерістер енгізсек, үйде кішігірім тираннозаврлар тіршілік етуде деп елестетуге болады. Тауықтардан бөлек басқа да құстар дәл осы хайуанға жақын болып келеді. Арнама жазылы, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпайық. Әлі талай қызықтар болады.